Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Достар, саумалының адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін білесіздер ме? Әлемде және Қазақстанда бие сүтінің танымалдығы жыл сайын артып келеді. Ғалымдар бұл өнімді зерттеп, саумалдың адамға тигізетін көптеген пайдалы қасиеттерін анықтаған. Саумалыны қалай емдік қасиеттері бар және қалай ішу керектігі жайлы сіздерге бүгін айтатын боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Саумалының емдік қасиеттері. Саумал бұл жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім болып табылады. Ол ағзаға сіңілуі кезінде ас қорыту процесін қатысатын органдарға, мысалы асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек, үлкен жүктеме жасамайды. Ол себептен дененің қалыпқа келу процесін жылдамдатады. Саумалы метаболизмді қалыпқа келтіруге, тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруларын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ ол қан айналымын жақсартады және ер адамдардың потенциясын күшейтеді. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдеріне кездеспейді. Ал құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиырдың сүтіне қарағанда 7 есе жоғары жүреді екен. Еуропалық ғалымдар оны емдік және диеталық өнім ретінде пайдалануға кеңес береді. Саумалының көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасы ауруын емдеуге болады екен. Саумалыны қалай қолдану керек деп жүрсіздер ме? Тәулігіне 1 литр саумалы ішсеңіз, ағзаңыз жоғары сіңімді ақуыздармен, амин қышқылдарымен, оңай қорытылатын майлармен, дәрумендермен және минералды элементтермен қамтамасыз етіледі. Емделу уақыты 1 ай, бірақ толық пайда алу үшін кейбір ережелерді сақтау керек. Мысалға, ол өзінің негізгі пайдалы қасиеттерін сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде жоғалтады. Алайда, саумалыны мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Ол барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді сақтайды. Оны күніне 4-5 рет тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 250 миллиграмнан ішкен дұрыс. 1 аптадан кейін адамның көңіл көтеріліп, ұйқысы жақсарып және тәбеті ашылатын болады. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.